Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен осындай ұйғыр самсасын дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, қатпарлы әрі жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл қазіргі таңдағы мастер-класстарда үйретіп жатқан самсаның оригинал тестасы. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші майымызды теркадан өткізіп аламыз. Сары майымыз міндетті түрде морозильникте болу керек. Осы қалыпта бәрін теркадан өткізіп аламыз. Сары майдың орнына маргарин қолдансаңыздар да болады, 72%. Теркадан өткізіп алдық. Енді қамырмен біркелкі етіп араластырып аламыз. Екі сары жұмыртқамызды және бір жұмыртқамызды, қаймағымызды, суымызды құйып, тұзымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Енді осы тестаны екіге бөліп, холодильникке жібереміз. Жарты сағат немесе 1 сағатқа. Бір сағатымыз өтті. Енді қамырымызды жайып аламыз.
Қамырымызды жайып болдық. Енді үстінен ерітілген маргаринімізді жағып шығамыз. Бұл мендегі жаңағы бірінші зуалай, екінші зуалантта тура осы күйінде жағып орап шығасыздар. Енді үстінен ұнды шашып, көп емес, осылай қысып орап шығамыз. Ішінде ауа қалып кетпеу керек. Осылай тартып орайтын боламыз. Енді холодильникке бір 2 сағатқа жіберетін боламыз. Немесе бір күн алдын дайындап қойсаңыздар, вообще күшті болады. Қамырымыз дайын. Енді самсамызды түйе бастаймыз. Әрбір қамырды осылай таразға тартып аламыз. Өйткені есеп дұрыс шығу үшін әрбір қамыр 35 граммнан шығу керек. Егерде осы тестамен самсаны сататын жағдайда осылай есептеп алуларыңыз керек. Өйткені шығын бар, кіріс бар, соны есептеуге ыңғайлы болу үшін и самсаларыңыз дұрыс формада шығу үшін. Ал үй жағдайында болса, көзбен өлшеп істесеңіздер болады. Міне бәрін таразға тартып алдым. Енді қамырларымызды жайып шығамыз. Қамырларымызды жайып шықтық. Енді ішіндегі фаршты да өлшеуіміз керек. Ішіндегі фаршымыз 30 грамм болу керек. Енді түйетін боламыз, өрмей етіп, шет-шетін қайырып осылай. Шетінен осылай түйіп шығады. Бұл тек сату жағдайындағы көрсетіп жатырмын. Егерде үй жағдайында болса, көзбен өлшеп істей берулеріңізге болады. Бұл менің үйге жасап жатқан самсам болғандықтан сіздерге түйу жағын, есептеу жағын көрсеттім. Ал енді көзбен өлшеп қалғанын түйіп аламыз. Міне самсаларымызды түйіп болдық. Енді
жұмыртқамен бетіне жағып шығамыз. Бетіне күнжіт себеміз. Менде күнжіт болмай қалды. Сол себепті мак сеуіп жатырмын. Самсаларымыз дайын. Енді қызып тұрған печкамызға жіберіп пісіріп аламыз. 180 градуста 20 минут, 25 минут. Әркімнің пеші әрқалай. Өздеріңіз байқап отырып, қарап отырыңыздар. Міне самсаларымыз дайын. Ыстықтай болып тұр. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Күшті шығады, 100% сіздерге гарантия беремін. Сатуға да қолдансаңыздар болады. Прям қатпарлы, жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Сіздермен болған Айгерім. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.